Құрметті фаворит IT каналының көрермендері және 1С программасының қолданушылары. Біздің кеңес беру желімізге 1С программасында контрагенттерді толтыру туралы көп сұрақтар келеді. Және біз сіздерге осы нұсқаулықты қуана көрсетеміз. Міне біздің базамыз. Біз покупка, яғни сатып алу деген тарауға кіреміз. Мұнда справочники и настройки деген тараудағы контрагенты дегенге кіреміз. Оны толтырудың екі әдісі бар. Оның біреуі жаңа, мен сіздерге қазір көрсетемін. Бұл жаңа әдіспен сіз бин арқылы контрагенттерді автоматты түрде толтыра аласыз. Міне мұнда создать, яғни жаңадан жасау. Міне мына жерде сізде бин арқылы автоматты түрде толтыру деген жоқ болса, біздің 1С франчайзи фаворит компаниясына хабарлассаңыз болады. Біз сізге орнатып береміз. Мына жерге организацияның бинін енгізесіз, заполнить, яғни толтыру деген түймені басасыз, және мынаның бәрі сізде автоматты түрде толады. Егер сізде автоматты түрде толтыру деген жоқ болса, онда екінші әдіспен толтырасыз. Мұнда наименование, яғни компанияның атын енгіземіз. Мысалға, ТО лакомка. Мұнда автоматты түрде толық атауы шығады. Мұнда бин енгіземіз. Мына жерде контактная информация, яғни байланыс үшін ақпарат. Бұл ақпаратты сіз толтырғаннан кейін сізде шоттарда, СФ, АВРда автоматты түрде контрагенттің мекен-жайы толып тұрады. Құрметті көрермендер, егер сіздерде 1С программасымен жұмыс жасау туралы сұрақтарыңыз бар болса, сіз біздің кеңес беру желісіне, яғни линия консультация нөміріне хабарласа аласыз. Келесі сабақта көріскенше.